Сәлем, қайырлы күн. Мынау өзіңізді қалай өзгертіп, золушка ұқсап өзгеріп кетуді көрсетейін. Менен соны сұрап жатыр, маған қалай жасайсыз деп. Мінекей Факе Плау деген мына төбеде приложениені неден Play Market'тен или App Store'дан тартып аласыздар. Сөйтіп оның ішіне кіреміз. Бұның ішіне кіргенде мінекей мына жердегі крестикті басамыз. Мінекей бізде қанша түрлі мынандай қандай түрін аласыз. Мысалы мен мына жақтағыны. Бұл жаңағы мынаны өшірейік. Так, былай жасайық. Мінекей осындай өздеріңізді осылай көрсеткілеріңіз келе ма? Мінекей неше түрлі. Мысалы, қазір мен өзімді жасап көрсетейін. Мына жерде мына біреуде болады. Рекламасына сәл күтеміз енді. Мына жағын өшірейік. Крестикін басып. Енді мынаусын басайық. Бұлар өстіп әр реклама беріп кететіні бар енді. Рекламасын көрмейіп болмайды. Мен оны өшіріп тұрайын. Мінекей рекламасы бітті. Енді мысалы мен мынада әдемі мысалы. Бұның ішінде платный болады, платный емес болады. Енді мынау жас қыз, сонда да мен әшейін түрімді қойып көрсетейін. Мінекей. Мына жерде мына астында көкті басамыз. Менде мына жерде мына қыздың суреті тұр екен. Мына көк болып. Соны басам. Ал енді бұл жерде мынау. Мынаны басам. Маған біраз рекламаны күтем. 25 секунд. Мінекей енді 1 секунд болды. Мына жерде жазып тұр. Вознаграждение получено дейді. Енді мына жердегі крестикті басамын. Мінекей өзі қазір шығарып береді жаңағы бір қыздың суретін. Енді рекламасы. Қазір. Закрыть дегенде астында тұр, мінекей закрытьті басамыз. Жағы мінекей бір қыздың суретін қойдым. Мінекей. Бір пәсте өзгертіп жіберді. Мінекей. Красавица шықты. Енді мысалы мен қайтадан бұны бұл емес деймін да шығып кетем деймін. Жаңағы қыздың суреті. Мына жерде крестті басамын. Енді мен ол емес, мен басқасына өтем деймін. Мына төбесінде де бар. Свадебне, мінекей. Бұл жерде жаңа свадебне емес. Свадебне, мінекей свадебне киім деп түскен туралы. Мына бір жабық екен. Осыны қойып көрейік. Бұл жаңа платный ма? Платный емес екен. Так, осыны қойып көрейік. Астын басамыз. Мысалы мен өзім мейлі. Так, осы суретімді қояйын. Мына жерде мынандай сурет. Мінекей.
Так, енді басамын. Және де мынаны да басып қоямын. Енді бұл жерде қазір мына жерде 27 секунд мен мынаны өшіріп. Мінекей 1 секунд қалды. Енді мінекей вознаграждение деп тұр. Мына сол жердегі крестикті басамын. Мына өзі қазір шарт береді. Енді бұл жерде жас пропустить видеоны басамыз төбесіндегі. И мына крестикті басамыз. Енді біз жас емеспіз, мінекей. Сонда да сурет әдемі қылып шығарып берді. Мына жерде. Бұлардың енді рекламасы көбейіп кетеді, өстіп. Так. Мінекей өсіп шығарып берді. Мен мысалы бұны қазір аламын да, мұны. Көрдіңіздер ме? Қандай арман, қиял. Так. Енді мен бұны сохранить етуім керек қой. Мына төбедегі мынаны басамыз. Галереямызға барсын. Содан кейін мен қалай TikTok'тағы неге салу керек, соны көрсетемін. Көбісі соны қалай істеп, қалай не алады деп сұрақ қояды. Оны көрсетпесең білмейді ғой. Мінекей. Негізі ары қарай галереяға түсіп қойды бұл, по-моему, қазір. Мен галереямды көрейін. Мінекей. Менің галереяма шығып қойды. Енді бұны мен қазір былай істеймін. TikTok'қа кіремін. Мен негізі бұны қалай соткадан сотқа түсіріп жатырмын, потому что өшіріп қояды TikTok'қа, мына приложениеға кірген кезде. Қазір осындай приложениені қойып көрсетем. Так. Жаңа басқа приложение еді, соны күтіп тұр ғой бұл. Енді мына жақтаға қазір мынаған кіремін қазір. Мысалы мен мына приложениеға кіремін. Мысалы осы қалай шықты дегенге сұрақ қою. Енді осыда мысалы мен мына жағы комментарий жазатын жағымда мынау тұр мына CapCut. Кей кезде видеоларда басқа бір өткенде жанында шығып тұрады CapCut. Попробуйте этот шаблон деп. Соның үстінен басамыз. Мынаны басасыздар. Қызылды. Қызылды басасыздар. Одан кейін мінекей көк несімен использовать шаблон деген тұрады. Мына. Жаңа біздің неміз. Так. Менің өзімнің суретімді қоямын да. Қазір. Жаңа. Мынаны қойсам да болады. Бәрібір қайсысы болса да. Мына жерде екінші суретті сұрап тұр. Негізі екінші суретті. Или мен жаңа бірінші мынаны қоюым керек болды. Қазір көреміз. Кейінгісі мынаны басам. Енді мына жерге попробовать деп басам. Мына жерде мен терісінше қойып қойдым ғой деймін.
Мынаны бүйтіп басып көрейін. Жоқ, керісінше болып қапты. Мен қазір қайтадан отклонитті басамын. Мынаны қайтадан басамын. Ұмытып қаппын. Ең бірінші мынаны басамын. Мінекей, көрдіңіздер ме? Жаңағы шаблонды басамын. Содан кейін барып, мен суретімді қоямын. Бір суретімді. Бұл жерде фотоны қоямын. Мына суретті қойып қояйын. Так, мынаны өшірейін, алдындағы. Сохранить етіп қойғанды. Мінекей, мынаны қоямын. Енді мынаны басып көремін. Мінекей, көрдіңіздер ме? Бірден сіздің қандай қиялдағы, армандағы, может, не свадебный көйлек кимеген, или кисе де осындайын, именно осындайын кимеген. Осылай жасап, ары қарай экспертті басасыздар. Ары экспертті басқаннан кейін ол өзі шығарып береді. Бұл жерде уже галереяға түсіп қойды. Ал енді өзіңізге міне уже шығып қойды. Ал егерде өзіңізге не алатын болсаңыз, мінекей мына жерде музыка бар. Музыканы мына жерде сәл дауысын шығарайын. Енді астына музыка төбесін басқан кезде мына жерде небір өлең әндер шығады. Басқа әлімді қоям десеңіз. Сенің көзің дегенді мысалы. Қалай? Ұнай ма сіздерге? Ұнасаңыздар, өсін қайта-қайта көріп үйренулеріңізге болады. Мына мысалы Далияны басасыз да, уже TikTokқа шығады. Осылай жасап аласыздар. Енді мен шығармай-ақ қояйын. Көрдіңіздер ме? Ал енді ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Тағы да сондай нелерді көрсетемін. Бұл да болса керемет, жақсы.